Қайырлы күн, сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырыбым ананы қабылдау. Ананы бар мейірім махаббатпен қабылдап, мына өмірде керемет келесі бір деңгейде жетістікке жетсін деген ниетпен осы ананы қабылдау тақырыбын сіздерге ұсынайын деп отырмын. И анамен сепарация тақырыбында сіздерге кішкене қосымша ақпарат берейін деп отырмын. Әкемен, анамен сепарацияны. Себебі қазіргі қоғамда бізде анасының балалары өте көп болып бара жатыр. Шыны керек, біз әйел адам енді не берсе де бар мейірім махаббатымызбен беріп қоямыз. Не берсе де жаңағыдай артығымен істеп жүретін ситуациялар көп әйел адамдарда. Шыны керек, қамқорлықты қатты жасап қоямыз. Сол қамқорлығымызбен балаларымызды тұншықтырып алып жатқан аналар өте көп. Менің жекеме көп аналар келеді. Балалар 22-23 жаста, әлі күнге дейін сол балаларына кредит алып береміз. Әлі күнге дейін сол балаларына қамқорлық жасайды. Әлі күнге дейін сол балалардың өміріне араласып кететін аналар өте көп. Сол аналар тыңдаса екен деп отырмын. Себебі жауапкершілікті біз баланың өзіне беруіміз керек та. Баланың өзіне бермесек, мына өмірде мықты бір қоғамның, мықты еліміздің белді, мықты бір азаматтарын біз шығара алмаймыз, өкінішке орай. Сол себепті Аллаға аманаттаңыздар. Әрине, баланы Алла ғой бізге беретін. Біз әйел адамдардың қателігі, осы жерде тағы керемет күшті ой келіп тұр, мен түсіндіре кетейін. Әйел адамдардың қателігі, біз балаға да жабысып аламыз, меншіктеп аламыз, шыны керек. Күйеуді де меншіктеп аламыз. Барлық нәрсені біз өзімізге меншіктеп аламыз да. И сосын өзіміздің махаббатымызбен тұншықтырып, ол байқұстарды жанын қинап жібереміз. Сол себепті күйеуді де өзіміздің баламыз сияқты жасап алатын аналар көп. Қатты болса да, ащы болса да, сол шындық біздің қоғамда болып жатқан. Сол себепті әйел адамдар тек өзіңізге көңіл бөліп, рахаттанып, өзіңіздің тәніңізге, сұлулығыңызға, жаныңызға, біліміңізге көңіл бөліңізді. Бүгіннен бастап барлығына сепарация жасайық, барлығын босатайық. Ер адамды да өзінің жолына жіберейік, жауапкершілікті діттеп, оларға жауапкершілікті артайық мойнына. Баланы да өзінің жауапкершілігімен жіберейік. Баланы да слишком қатты бүйтіп қорғаштай бермейік. Не қалайсың, жаным, күнім, балам? Мына өмірде не қалайсың? Қандай мамандық қалайсың? Не нәрсеге қызығушылығың бар? Сол нәрсені бағыттап, қарап, ана болғаннан кейін қарап көріңізді, сол бағытпен баланы жібере беріңізші. Аллаға аманаттаңыз бірінші. Аллахым, мен балама разымын. Атын айтыңызда, мен ұлым мысалы Ибрахим. Аллахым, мен ұлым Ибрахимге разымын. Мен разы болғандай, сен де разы болшы. Мен бүгіннен бастап түсіндім, все, қабылдадым. Менде ештеңе жоқ, шыны керек. Менде мына тәнімнен басқа менде еш нәрсе жоқ. Мен соны қалай бар солай қабылдадым. Бүгіннен бастап мен өзімнің бойымнан, тәнімнен, жанымнан баламды босатамын. Бір өзіме аманаттаймын. Сен бәрін білуші, сен бәрін көруші, сен өте әділ Аллахым. Осы баламды сондай керемет нар тұлға қылып, сондай керемет жаңағыдай жүрегін мейірім махаббатқа толып, сондай жауапкершілікпен өз өмірін қолға алатындай мықты ер азамат тәрбиелеп берші. Себебі менің қолымнан келмей жатыр деп балаларыңызды аманаттап үйреніңіздер. Жақсы ма? Бұл өте маңызды. Әр айтып отырған дүнием менің каждый практикамнан өтті. Алдыма қанша әйелдер келді, қанша адамдар келді. Солармен нәтиже, практикалық жұмыс жасау нәтижесінде әйтеуір осыларға жеткен нәтижемен сіздермен енді Алла разылығы үшін деп жақсы айда, жақсы күнде осындай ниетпен осы сабақтардың бәрін шығарып отырмын. Алла разылығы үшін қабылдаңыздар. Кімнің алдынан шықса, именно сол адамға қажет болған шығар. Осы білімдерді әйтеуір әр адам өзінің бойына сіңіріп, практика жүзінде іске асырсын деген ниет. Енді біз жаңа ата-ананы қабылдау техникасында әкені қабылдауды өттік, енді бүгін сіздерге ананы қабылдау. Ана деген енді ол өте керемет мейірімді жан. Өмірдегі әйеліңе сенбесең сенбе, бірақ анаңа сен дейді. Әйеліңде де енді жақсы адамдар да бар, не бір жақсы санасы биік,
сана деңгейі өте жоғары, жүрегі мейірімге толы, күйеуі үшін бар ішкен асын жерге қоятын әйелдер жоқ емес, жетеді біздің қоғамда. Өте ондай әйелдер өте көп. Өзінің өмірін жоқ қылып жүрсе де, сол тастай батып, судай сің деген принциппен кетіп, сол әулетті өсіріп, гүлдендіріп отырған бізде қазақтың қыздары жетеді. Шыны керек. Ондай әйелдер өте көп біздің қоғамда. Аллаға сансыз шүкір. Мынау ата-ана не айтты болды. Сол қағидамен барып, сол ұрпақты өсіріп, өндіріп отырған аналар өте көп бізде қыздар. Аллаға сансыз шүкір. Бірақ та енді сол ананы қабылдау. Ананы қабылдайтын да біз ешкім емес, біз тағы да айтайын. Сіз кімсіз, ол ананың реніш жазатындай деген нәрселер болуы да мүмкін. Ол өте әрине құптаймын. Анаға, әкеге біздің ешқандай ренжитін мүмкіндігіміз де жоқ, хақымыз да жоқ, тағы да айтайын. Бірақ та егер де сіздің ата-ана болғаннан кейін, кішкентай кезде енді оңай емес, 5-6 бала, 7-8 бала өсірген аналар көп. Әйтеуір ұрсып қояды, айғайлап қояды, ұрып қоям баламды, кейін бірақ өкініп отырам, менде кінәлі сезім бойымда өте көп деп жазатын әйелдер өте көп. Мен өзім жекеменде шығып жатады. Сол себепті сондай травмада өскен балаларға айтарым, анаңызға сіздің бойыңызда реніш болып жатса, қазіргі қоғамда сосын қатты белең алып бара жатқандар, келінмен айтысып, өзінің қызын жақтайтын аналар өте көп. Ащы болса да шындық, неше түрлі адамдардан келіп жатқаннан кейін естисің. Сол себепті міндетті түрде жасаңыздар. Ода тұрған ештеңе жоқ. Айналайын бір жапырақ қағазбен, бір жапырақ қағазбен, бір қағаз жаңағыдай, бір қалам болса болғаны. Анаға деген өкпе-ренішіңіз болса жазып шығыңыз. Ананың жаңағы мейірім махаббаты жаңағыдай жұмақтың кілті табанның астында дейді ғой. Мүмкіндігінше анаға мейірім махаббат көрсетіңіздер. Енді сіз қазір тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма анаға деген өкпе-реніш. Көзіңізді жұмыңыз, жалғыз өзіңіз бір бөлмеде болған өте керемет болар еді. Жалғыз өзіңіз тыныштықта отырыңыз да, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Терең тыныс алыңыздар. Анаңызды елестетіңіз. Анаңыз қандай адам болды? Ол мейлі қайтыс болып кетсе де, тірі болса да, анаңыз қандай адам болды? Анаңызға деген қандай өкпе-реніш болды бойыңызда? Қай кезде сізді ренжітті? Қай кезде сізді қолдамады? Қай кезде басқа баланы қолдап кетті? Қай кезде сізге кішкене болсын бір өміріңізде бір сатқындық жасаған сияқты сәттер болды ма? Қай кезде сізді ұрды? Қай кезде сіздің телаңызға дейін қатты көгеріп, ұрып, сол ұрған соққының барлығы әлі телаңызда тұрған сияқты сезінесіз. Елестетіңіз, жылаңыз келсе жылаңыз, босатыңыз, денеңізді босатыңыз, жылаңыз. Анаңызға деген өкпе-реніштің барлығын шығарыңыз. Прям қағазға тоқтамай отырып жазыңыз. Әкелерден гөрі аналарға көп ана ғой енді, әйтеуір шаршайды, шалдығады, әйтеуір отбасында тамағы бар, күйбең тірлігі бар, әйтеуір баласын ұрып қояды, соғып қояды. Ол бейсаналы түрде істеп жатыр, оны істейін деп жатқан жоқ, себебі үлгеру керек. Атасы, енесі тұрады ар жағында, бүкіл қайын жұрты бар, бүкіл күйеуінің тірлігі бар, бүкіл балаларының тамағы бар, соның бәріне үлгерейін деп жыр-пыр болып жүрген байғұс әйел. Шыны керек қоғамда ше. Сөйтеді де бүкіл ашуды баладан алады. Айналып келіп балаға таяқ тиеді. Ал бала оны түсініп жатқан жоқ. Баланың теласында қалып қойып жатыр сол блоктар. Баланың жан дүниесінде қалып қойып жатыр. И қазір есейді, ержетті, бір нәрсені жасайын десе комплекс. Бір нәрсеге барайын десе бата алмайды. Өмірінде қиындық болып жатыр да, ол қайдан келіп жатқан қиындық? Неге менде басқа адамдар сияқты мен жетістікке жете алмай жатырмын? Неге мен жаңағыдай тұйықпын? Неге менің өмірімде жаңағыдай күшті бір мүмкіншіліктер, мүмкіндіктің есігі ашылмай жатыр деген кезде, ол іштегі сол бала кезде келе жатқан реніштер ғой, айналып келген кезде. Шығарыңыз, жазыңыз, мүмкіндік келді ғой енді алдыңызға. Шығарыңыз, жазыңыз. Жақсы, түсіндім, анашым. Мен сізге осылай ренжідім.
болды, бүгіннен бастап осы нәрсені мен өзім тоқтатамын. Мен қазір ересек адамын, мен ересек позициясына көшемін. Оказывается, мен ол кезде бала болып жүріппін, бала ретінде мен сізге қатты ренжіппін. Жақсы түсіндім, қабылдадым, босаттым деңіз да, мына парақты алып жыртып, өртеп, суға ағызып тастаңыз. Жақсы ма? Енді келесі бір парақты аласыз. Оған анаңызды ақтап аласыз. Жаным, күнім, анашым. Жаңағыдай сезім, агрессиялық сезім жүруші еді қыздар. Ананы жыртып, өртеп, суға ағызып, бүкіл техниканы жасап жатсыз. Қолмен жасалған дүниенің барлығы көз көріп жатыр, миға ақпарат жіберіп жатыр. Жазираның бәрін жіберіп жатыр. Все, болды, удалить етеміз. Целый завод жұмыс жасап жатыр біздің бойымызда, да? Ананың бәрі кеткен кезде, деген бір ішіңден күрсініс шығады. Рахат сезім шығады, босап қалады, жан дүние тынышталып қалады. И ақтап аласыз, жаның ашиды анаңа. Құдай-ау, жаным, күнім, сен сонша бүкіл ауыртпалықты сен қалай алып жүрдің бойыңда? Сен ананың бәрі жалғыз өзің қалай істедің? Мен сол кезде үлкен болсам ғой, мен сізді түсінсем, мен сіздің бір жағыңызға шығысар едім деген сияқты түсінік пайда болады, шыны керек қыздар. Бүкіл анаңызға жаңа жазған реніштеріңіз бар ғой, соның каждый жанына ақтап ала беріңізші. Анаңызды ақтап ала беріңіз, бітті. Бұны да жыртамыз, өртейміз, суға ағызып тастаймыз. И үшінші қағазды аламыз да, бар мейірім махаббатпен анаңызды прям жаным, күнім құшақтап отырып, анаңызды көз алдыңызға елестетіп, анаңызға алғыс жазыңыз. Өзіңді қабылдау техникасында мен негізі үшінші тапсырманы өзіңнің жетістігіңді жаз деп тапсырма берем да. Ал бірақ біз ата-анамыздың жетістігін білмейміз. Әр адам, жеке тұлға, жеке индивид, олар өздерінің жетістігін өздері ғана біледі. Біз білмейміз ғой олардың қандай жетістікке жеткенін өмірде. Сол себепті бізде үшінші тапсырма ол алғыс. Тек алғыс жасамыз. Ата-анамызға алғыс, әкемізге алғыс жеке жаз, анамызға алғыс жеке жазамыз. Әрбір ризықтандырған, әрбір жасап берген тағамына алғыс, әрбір сізді мектепке тасыған күндеріне алғыс жазыңыз. Әрбір сізді сондай керемет жақсы өнерлерге қатыстырған алғыс жазыңыз. Әрбір сіздің осы уақытқа жеткен жетістік, біз аспаннан түскен жоқпыз. Ата-анамыздың еңбегі соның барлығы айналып келген кезде, да? Ата-анамыздың еңбегі ана қосымшаға сүйреп, мына қосымшаға сүйреп, әйтеуір мен балам бір жерден шықса екен, білім алса екен деп сүйрелеп осы халге жеткізді. Жазыңыз алғысты, аямаңыз алғысты, рахметіңізді жазыңыз. Алғыстың несін айтайын қыздар, 900 герцқа дейін барады. 1000 ол Алланың нұры, энергия. Ал енді сіз мына бойыңызда күш қуатыңыз бітіп, өмірде қиналып, қайта-қайта қарызға кіріп шаршап жүрсеңіз, алғыс айта беріңіз. Әкеңізге алғыс айтыңыз. Аллаға ең бірінші мадақ, бүкіл мадақ Аллаға. Екінші әкеңізге, сосын анаңызға, ата-бабаңызға алғыс айтыңыз. Сондай бір әулеттің сіз ұрпағы болғандығы үшін, алғыс айта беріңіз. Анаңызға бар мейірім махаббаты мүмкіндік келді ме? Пайдаланыңыз. Жазыңыз, алғыс жазыңыз. Сөйтеміз да, сол парамызды сақтап қойып қоямыз. Сол ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тақырыбым осы ата-ананы қабылдау. Ата-ананы қабылдап, осы нәрсемен жұмыс жасаңыздар, өмірлеріңізде керемет күшті бір 180 градусқа, 360 градусқа өзгеретіндей жағдай туатын болады. Мүмкіндігінше комментарий жазып, мүмкіндігінше кері байланыс жасап, энергиямен жасап отырыңыздар. Алла қаласа менің керемет күшті жақсы сабақтарымды дайындап жатырмын. Бір айлық менде мастер-класс бар. Сол мастер-классқа қатыссаңыздар, сіздер терең проработкадан өтесіздер. Әр тұлғамен, әр адаммен жеке-жеке мен разбор жасап, жеке-жеке проработка жасайтын боламын, Алла қаласа. Бұдан да керемет күшті теориялық білімдер өте көп. Прям мындай керемет чудо палочкаларды бүйтіп қолыңызға беремін. Сол нәрсені өзіңіз қолыңызбен жұмыс жасап, сол тақырыптарды қамтып, санаңызға, түйсігіңізге қабылдай алсаңыз, өміріңізде керемет нәтижеге жетеді деген сенімдемін. Алла қаласа енді тағы бір керемет күшті нәрсе. Бізде мына жерде маг-терапия бар қыздар. Осы маг-терапияны Алла қаласа енді келесі сабақтарында салайын деп отырмын.
бұл өте үлкен тақырып, үлкен ауқымды нәрсе. Әр келген клиентіме осы маг-терапияны мен жеке қолданамын. Осы жөнінде келесі жолы жеке карталарды қойып, сіздерге арасында тегін разборды жасатамын. Қабылдай алсаңыздар, инстаграмға жаңағыдай тікелей эфирге шығып солай жұмыс жасасақ та болады. Осы аптада сондай керемет күшті жеңілдік болып жатыр. Маг-терапия қабылдаймын онлайн форматта десеңіздер, жекеме шығыңыздар, маг-терапиямен жұмыс жасаймыз. Маг-терапияда жұмыс жасаған кезде сіздің санаңызда трансформация болып кетеді. Санаңыз оянып кетеді. Уже тоқтай алмайсыз, прям сондай жылдамдықпен тез нәтижеге жеткіңіз келеді. Өміріңізде энергияңыз өте күшті көтеріліп кетеді. Сондай жағдайлар орын алады. Алла қаласа, ниетіңіз болып жатса, онлайн форматта да мен маг-терапия қабылдаймын, жеке разбор жасаймын, жеке проработка жасаймын. Менің консультациям бар болғаны 10 000 теңге. Қабылдаймын десеңіздер, жекеме шықсаңыздар болады. Дайректке YouTube арнамда да жекеме шығыңыздар, мен сіздерді қабылдаймын. Ал бүгінгі берген білімім сіздер үшін қайырлы болсын. Өмірлеріңізге мүмкіндігінше қолданыңыздар. Бауырларыңызға беріңіздер, бауырларыңызда жасасын. Бауырларыңызда керемет күшті бір нәтижеге жетсін. Алла қаласа. Сондай салиқалы, жақсы ұрпақтан болайық. Ата-анамыз аман болсын. Жандарым, күндерім, қандай жағдайда болса да, ата-анаңызға мүмкіндігінше күнде хабарласыңыздар. Ата-аналарыңызға мүмкіндігінше шамаңыз келгенше сыйлық жасаңыздар. Олар шыны керек бізден еш нәрсе күтпейді. Оларға тек керегі біздің амандығымыз ғой. Өзімізде анамыз, қазіргі таңда аман жүрсе болды дейміз ғой. Аман есен жүрсе болды. Әйтеуір мына өмірде өзінің орнын тапса болды дейміз да. Қыз болса да, ұл болса да, әйтеуір тілеуін тілеп отырады екенсің. Шыны керек, ата-аналарыңыз аман болсын. Рахмет.